Қоғамда өте бір өзекті бір мәселе, мысалға жақында келе жатыр ғой, міне жаңа жыл мерекесі. Соны көрерменіміз хабарласып қойып жатыр. Жаңа жыл тойлауға бола ма, шыршасымен бірге безендіріп, үйде сондай бір мерекелік бала-шағамен бірге тойлауға бола ма, қаншалықты дұрыс деп сұрап жатады. Бұған не дейсіз? Бұл шариғат, біз мынаны түсінуіміз керек бірінші. Біздің жаңа жыл мерекесі бұл мемлекеттік мереке. Мысалы, біздің көп адамдар бұны дінге апарып чатастырып, дінменен мынаны алып келіп кәпір қылып, бұл дұрыс нәрсе емес. Мысалы, Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнін алыңыз. Қанмен, термен келген, аңсаған арманмен келген мереке бұл. Енді шариғатта дінде не, тәуелсіздік күні бар ма не? Жоқ. Онда бұл да бидағат, онда бұнда күнә, онда біздің республика күніміз күнә, басқа мерекелеріміз күнә. Онда Қазақстан Республика деген бар ма шариғатта? Ол да жоқ. Онда қайдан шығады онда? Сондықтан бұны қуалай берсеңіз, осындай дүниеге барып тірелеміз біз. Біз ондай анау жабайы жаманға апармау керек. Бұл біріншіден. Екіншіден, бір нәрсені түсіну керек. Аяз ата бұл кішкене өтірік персонаж. Осыны балаға түсіндіру керек. Негізі Аяз ата деген физкультураның мұғалімі ол. Бәрі білетін шығар енді. Білмей жүргендерге айтып жатырмыз. Біліп жүріңіздер. Аяз ата деген болмайды негізі. Енді сол физкультураның мұғалім, дене шынықтырудың мұғалімін кішкене танып, білсеңіз сіз Құдайдан сұраңыз. Мүмкін Қыдыр ата деген біздің қазақ халқындағы түсінік керек шығар енді. Аяз атаға, Санта Клаусқа қарағанда. Сондықтан бұл екінші мәселе. Үшінші мәселе, жаңа жыл, мен соңғы сұраған кезде айтып едім, енді қалай қыламыз, түнгі енді мен қарсы алмаймын дейді да біреу. Мен тура 12-де шай ішсем бола ма дейді. Енді сен 11:30-да ішіп алсай, айналайын кішкене ертерек енді. Ақыры енді қарсыланбайды екенсің. Қарсыланбағанда 11:30-да іш, 10-да іш. Содан кейін енді президентімізді қатты жақсы көрсең, президентіміздің жаңағы құттықтауы YouTube-та басқа жерде тұрады, кейін көріп, қарап, рахмет деп батақ қоясың, Қазақстан аман болсын деп. Ал бірақ егер қатты соған қадалып тұрсаңыз, ал енді жалпы отырып үйдегілермен бір дастархан жайып, жақсы ниет айтуда тұрған еш нәрсе жоқ. Бір нәрсе, шырша мәселесінде. Шырша енді, өзіңіз айтқаннан кейін, шырша енді бұл шын мәнінде адасу қалып барады. Егер ол шыршаны безендіріп, сол шыршадан бір көмек келетіндей, сол шыршаға бір айлану деген сияқты нәрселер, бұл енді біздің қазақи дәстүрімізге де, нақышымызға да, ұлттығымызға да бұл келмеген нәрсе. Керек десеңіз, Ресей Федерациясының өзі бұдан бас тартамыз деп отыр. Өйткені бұл православиялық неде жоқ бұл нәрсе. Бұл басқа нәрседен келген, шетелден келген дүние. Бізде анау Совет үкіметі кезінде Америкаға қарап ерегісіп қана догоним и перегоним деген сияқты нәрсе болды ғой, бақталастық. Содан туындаған нәрсе деп, олардың өзі, олардың жаңағы православия шіркеуі айтып жатыр да. Енді ол қаншалықты мемлекет дәрежесіне кетеді, уақыт көрсетер, бірақ десе де біздің қазақтың өзінің төл мерекелері бар. Ұлтымыздың, мемлекетіміздің. Сондықтан айтпақ болғаным, бұны апарып дінге шатастырып, дінді апарып, бұған бір-біріне қарсы қоюдың керегі жоқ. Біз зайырлы мемлекетте өмір сүреміз. Біздің өзіміздің заңымыз бар, ата заңымыз бар. Жоқ, сен қарсы болсаң, ешкім сені мылтықпен тіреп, жаңа жылда қарсы демейді ғой енді. Бұл өзің ықтиярың. Қарсыласаң қарсы, қарсыламасаң қой. Сондықтан бұны дау қылып туғызып, елдің ішіне ірткі салудың керегі жоқ. Онсыз да біздің жетілмей жатқан жерлеріміз жетілдіріп, халықтың басын қосу бізге бүгіндегі уайым бөлетін нәрсе емес. Бастан Аяз ата барлығын алып келеді деген ойдан аулақ болса. Жаңа шыршаның өзін жай ғана бір декорация бөлігі ретінде ғана қойып, жаңа сіз айтқан үйлерден. Декорация ретінде картина қойыңыз. Шыршаны қоюдан қажет жоқ дейсіз ғой. Неге сіз шырша қоясыз? Гүл қойыңыз, натюрморт сурет қойыңыз. Әбден шырша қою керек пе? Қазаққа ең бізге қасиетті жусанды қойыңыз. Әбден шырша қою керек пе? Керек десеңіз біздің қазақтың мынау, енді мынау солтүстік, шығыс жақта шырша болмаса, басқа қазаққа өзі құтты шөп, ол жусан, немесе адыраспан. Түсінгеніміз шыршаны қоюдан қажеті жоқ. Мен енді қажеті жоқ деп айтқан болам. Жасанды түрінде.